Қаратау жазығына жақын орналасқан Саржал аймағында әлі күнге дейін сыбырлап айтылатын бір оқиға бар. Адамдар оны ашық айтпайды. Әңгіме Қараөзек деген шағын қалада болған жағдай туралы. Бұл оқиғаға 1987 жылы болған. Сол жылы 58 жастағы жол тегістейтін ауыр техниканың жүргізушісі Қайсарбек атты адам өз немересінің өлімі үшін екі байдың еркесінен кек алған. Екі жігіт облыстық биліктегі ықпалды адамдардың балалары еді. Бірінің әкесі жол шаруашылығы басқармасының бастығы, екіншісінің әкесі қаладағы заң қызметінің басшысы болатын. Сол екі бұзақы 17 жастағы қызды қошорлап, кейін өлтіріп кеткен. Қызды тұншықтырып, орман шетіне апарып көмген. Іс бір апта өтпей жабылды. Әкелері өзара келісіп қойған, бірақ атасы бұған көнбеді. Қайсарбек сотқа барған жоқ. Ешқайда шағымда жазған жоқ. Ол өз әділдігін өзі орнатуға бел буды. Бірнеше апта бойы әлгі екеуін аңдыды. Бір түнде бос жолда жолдарын тосып, мылтықпен тоқтатты. Қолдарын байлап, өз жұмыс істейтін құрылыс алаңына алып келді. Сол жерде 18 тонналық жол катогының көмегімен кегін жүзеге асыра бастады. Қош келдіңіздер. Мұнда біз сол дәуірде газеттер жазбаған, партиялық мұрағаттар жасырған, және тек сол жылдары өмір сүрген адамдар ғана білетін оқиғаларды айтамыз. Арнаға жазылып, қоңырау белгісін қосыңыздар. Сонда кеңестік кезеңнен қалған жаңа оқиғаларды жіберіп алмайсыздар. Бұл ешқашан оқулықтарға енбейтін тарихтар. 1987 жылы Қайсарбек 58 жаста еді. Бойы аса биік емес, бірақ денесі шымыр, егі қысқа ақшыл қылшық сақалды, көзі сабырлы. Қолдары күшті, ауыр жұмыстан қалған мүйіздер мен тыртықтарға толы. Ол бүкіл өмірін Қараөзек қаласында өткізген. Бұл қала үлкен өзеннің жағасында орналасқан. Қайсарбек 40 жыл бойы жол құрылысы саласында еңбек етті. Еңбегін 1949 жылы қарапайым жұмысшы болып бастаған. Кейін тәжірибе жинап, ауыр жол катогының жүргізушісі атанды. Ол 18 тонналық үлкен техниканы жүргізетін. Алдыңғы темір білігінің өзі 10 тонна болатын. Мұндай техника жаңа төселген асфальтты нығыздап, жолды тегістейді. Қайсарбек бұл техниканы өз алақанындай жақсы білетін. Ол 1952 жылы ауылдың қызы Самалияға үйленді. 1953 жылы ұлы Саятбек дүниеге келді. Отбасы бай болмаса да, береке мен сыйластықта өмір сүрді. Уақыт өте келе Саятбек ер жетіп, 1978 жылы үйленді. Көп ұзамай олардың қыздары дүниеге келді. Оның аты Айсәуле еді. Бірақ 1983 жылы Қайсарбектің жары кенеттен инсульт алып қайтыс болды. Сол кезде Қайсарбек 54 жаста еді. Содан кейін ол ұлының үйіне көшіп барып, немересін өсіруге көмектесті. Айсәуле өте ақылды қыз болып өсті. Сабақты үздік оқыды. Болашақта дәрігер болуды армандады. Ол жоғары оқу орнына түсіп, медицина мамандығын игергісі келетін. 1987 жылы Айсәулеге 17 жаста болған еді. Мектептің соңғы сыныбында оқитын. Айсарбек немересін ерекше жақсы көретін. Әйелі қайтыс болғаннан кейін оның өміріндегі жалғыз жарық сол қыз болды. Ал 1980 жылдардың ортасына қарай Қараөзек қаласында жаңа буын пайда болды. Биліктегі адамдардың ерке балалары, тәрбиесіз, мен жазадан қорықпайтын. Солардың ішінде екі жігіт ерекше көзге түсетін. Біріншісі Бекмұрат. Жасы 21-де, әкесі облыстық жол басқармасының бастығы. Бойы ұзын, денесі мығым, көзі тәкаппар, жүзінен мазақ күлкі кетпейтін, еш жерде жұмыс істемейтін, әкесінің ақшасына өмір сүретін, ақ түсті жеңіл көлікпен жүретін. Екіншісі Сердәулет. Жасы 20-да, қаладағы заң қызметін басқаратын адамның баласы. Бойы мығым,
көзі ауыр, жүзінде ызалы күлкі бар. Ол да жұмыс істемейтін, аға жүзінде сырттай оқитын студент ретінде тіркелген, бірақ дипломын ақшаға сатып алған. Екеуі бала кезден дос. Үнемі ішімдік ішіп, көшеде төбелес шығаратын. Қыздарға тиісе беретін, тәртіп сақшылары ештеңе көрмегендей болатын. Әкелері билікте отырған. Бұрында жағдайлар болған. 1985 жылы бір жігітті ұрып, миы шайқалғанша жаралаған. Іс жабылған. 1986 жылы бір қызды көлікпен қағып кеткен. Ол істе жабылған. Әкелері судьямен келісіп қойған. Қала қорқытты. Жұрт үндемеді. 1987 жылдың 12 маусымы. Жұма күні. Кешкі уақыт. Айсәуле қосымша химия сабағынан үйіне қайтып келе жатқан. Ол жоғары оқу орнына түсуге дайындалып жүрген. Қыз Қараөзектің орталық көшесімен келе жатты. Кешкі уақыт болса да, әлі жарық еді. Сол кезде қасынан ақ түсті жеңіл көлік өтіп кетті. Көлікті Бекмұрат жүргізіп отыр. Жанында Сердәулет. Екеуі де мас. Екеуі бірігіп бір бөтелке арақты ішіп алған. Олар Айсәулені көрді. Бекмұрат көлікті баяулатып, терезеден басын шығарып, «Ей, сұлу қыз, жеткізіп тастайық па?» деді. Айсәуле бұрылмады. Жолмен кете берді. Бекмұрат көліктен түсіп, қызды қуып жетті. «Естімей тұрсың ба? Саған айтып тұрмын» деп, оның қолынан ұстап алды. Айсәуле қолын жұлып алып, «Жіберіңіз» деп айқай салды. Көшеде адамдар бар еді. Кейбірі бұрылып қарап тұрды. Бекмұрат мысқылдап күліп, қолын жіберді. «Жарайды, тәкаппар екенсің. Кеттік Сердәулет» деді. Екеуі көлікке отырып кетіп қалды. Айсәуле өз көшесіне бұрылды. Қаланың шеті. Жеке үйлер орналасқан тыныш аудан. Үйлер сирек, көше бос. Сол кезде артынан әлгі көлік қайта келіп, күрт тоқтады. Бекмұрат пен Сердәулет көліктен секіріп шықты. Бекмұрат қызды артынан ұстап алды. Сердәулет қолмен аузын басты. Екеуі қызды көлікке қарай сүйреді. Айсәуле жанталасып айқайламақ болды, бірақ аузы жабық. Оны артқы орындыққа күшпен отырғызды. Бекмұрат артында ұстап отырды. Сердәулет рөлге отырды. Көлік қала сыртына қарай жүріп кетті. Біраз уақыттан кейін олар орман шетіне апаратын топырақ жолға бұрылды. Айнала ен. Олар Айсәулені көліктен сүйрек шығарды. Қыз қарсыласып жатты. Бекмұрат ашуланып, қыздың бетіне жұдырықпен ұрды. Сердәулет оның қолдарын ұстап тұрды. Екеуі қызға зорлық жасады. Айсәуле жылап, тоқтауларын өтінді. Бірақ олар тоқтамады. Бәрі біткен соң, қыз жерде жылап жатты. Бекмұрат Сердәулетке қарап, «Бұл бізді танып қойды. Ертең тәртіп сақшыларына барады» деді. Сердәулет қорқып, «Енді не істейміз?» деді. Бекмұрат қысқа ғана жауап берді. «Жою керек». Айсәуле олардың сөзін естіп, орнынан тұрып қашпақ болды. Бекмұрат оны қуып жетіп, жерге құлатты. Қолдарын қыздың мойнына орап, қыса бастады. Айсәуле жанталасып демі үзіліп жатты. Бірақ Бекмұрат жібермеді. 1 минут шамасында қыз қозғалыссыз қалды. Айсәуле тұншығып қайтыс болды. Бекмұрат орнынан тұрды. Ол Сердәулетке қарап, «Бітті, енді көмеміз» деді. Сердәулет бозарып кеткен. «Сен не істедің?» деді сыбырлап. Бекмұрат ашуланып, «Үндеме, қаз». Олар көліктің жүк салғышынан күрек алды. Жерді қаза бастады. Шамамен жарты метр терең шұңқыр қазды. Айсәуленің денесін сол жерге тастап, топырақпен көмді. Үстін бұтақтармен, жапырақтармен жапты. Содан кейін көлікке отырып кетіп қалды. Сол түні Айсәуле үйіне қайтып келмеді. Қайсарбек алаңдай бастады. Қыздың құрбыларына хабарласты. Ешкім көрмеген. Кешкі 11 шамасында ол өзі іздеуге шықты. Қыз жүретін жолдың бәрін аралап шықты, бірақ ешқандай із таппады. Таң атқанша үйінде күтіп отырды. 13 маусым сенбі таңында Қайсарбек ұлы Саятбекпен бірге тәртіп сақшылары бөліміне барды. Олар Айсәуленің жоғалған туралы арыз жазды. Аумақтық тәртіп қызметкері бәрін дәптеріне тіркеп,
іздеу жүргізілетінін айтты. 2 күн бойы Айсәулені бүкіл қала бойынша іздеді. Таныстарынан, көршілерінен, сыныптастарынан сұрастырды, бірақ ешкім ештеңе білмеді. 16 маусым, сейсенбі күні, Қайсарбектің үйіне көршісі Күләш апай келді. Ол мазасыз күйде сөйледі. Қайсарбек аға, мен жұма күні кешке Айсәулені орталық көшеде көргенмін. Сол жерде 2 жігіт ақ түсті жеңіл көлікпен оған тиісіп тұрды. Біреуі бойшаң, спортпен шұғылданатын сияқты. Екіншісі аласадау, бірақ мығым. Айсәуле олардан кетіп қалды. Мен бәрі жақсы шығар деп ойладым. Қайсарбек сол сәтте ақ тәртіп сақшыларына қайта барды. Көршісінің айтқанын толық жеткізді. Тәртіп қызметкері дәптеріне жазып алды. Ақ түсті көлік, ішінде 2 жігіт. Сырт келбетін толық сипаттаңыз. Күләш апай олардың түр әлпетін егжей-тегжейлі айтып берді. Қызметкер бәрін жазып, тексерілетінін айтты. 18 маусым, бейсенбі күні Саңырау құлақ теруге шыққан адамдар қала сыртындағы орман жолағынан бір мәйіт тауып алды. Дене жерге терең емес көмілген екен. Олар бірден тәртіп сақшыларын шақырды. Оқиға орнына тергеуші, сарапшылар және жедел топ келді. Жерді ашып, мәйітті қарағанда оның Айсәуле екені анықталды. Сараптама нәтижесі ауыр шындықты көрсетті. Қызға зорлық жасалған. Өлім себебі қолмен тұншықтыру. Мойнында саусақ іздері анық көрінді. Бұл хабар Қайсарбекке жеткізілді. Ол дереу келді. Немересі табыт ішінде жатыр. Беті көгерген. Мойнында көгерген іздер бар. Қайсарбек жыламады. Ол үнсіз тұрды. Ал ұлы Саятбек көз жасына еріп беріп жылады. Қайсарбек тек жұдырығын қатты түйіп тұрды. 19 маусымда ресми тергеу басталды. Істі қаладағы тергеуші Ерлан жүргізді. Алдымен Күләш апайдан жауап алынды. Ол бұрын айтқанын тағы да қайталады. 2 жігіт, ақ түсті көлік. 20 маусымда тәртіп сақшылары қаладағы ақ түсті дәл сондай көліктердің иелерін тексере бастады. Мұндай көлік шамамен 20-дай болып шықты. Әр қайсысын бір-бірлеп тексерді. Кешке қарай кезек Бекмұратқа келді. Оның көлігі куәгер сипаттаған көлікке дәл сәйкес келді. Көлік иесі облыстық жол басқармасының бастығының баласы. Сол күні Бекмұрат пен оның досы Сердәулет жауап алуға шақырылды. Барлығы олардың үнемі бірге жүретін білетін. 21 маусым күні екеуі тергеуге келді. Тергеуші Ерлан сұрады. Сендер Айсәулені танитын ба едіңдер? Бекмұрат жауап берді. Жоқ, біз ондай адамды білмейміз. Ерлан сөзін жалғастырды. Куәгер сендерді 12 маусым күні кешке орталық көшеде көрген. Сендер қызға тоқтап сөйлескенсіңдер. Бекмұрат аз уақыт үнсіз қалды. Сосын айтты. Иә, есіме түсті. Біз көлікпен өтіп бара жатқанбыз. Бір қызды көрдік. Оны жеткізіп тастайық деп ұсыныс айттық. Ол келіспеді. Біз кетіп алдық. Сердәулет те соны растады. Дәл солай болды. Біз тек жеткізіп тастауды ұсындық. Ол бас тартты. Содан кейін біз кетіп алдық. Кейін үйде болдық. Ерлан тағы сұрады. Мұны ата-аналарың растай ала ма? Бекмұрат. Әрине, сұрай беріңіз. Тергеуші оларды уақытша жіберіп, ата-аналарына барды. Бекмұраттың әкесі облыстық жол басқармасының басшысы былай деді. Иә, менің ұлым сол кеште 8-ден бастап үйде болды. Ал Сердәулеттің әкесі де дәл сондай жауап берді. Ұлым кеш бойы үйдеді. Екеуіне де алиби табылды. Бірақ тергеуші Ерлан олардың сөзіне сенбеді. Ішінен олардың кінәлі екенін сезді. Алайда дәлел жоқ еді. Куәгер оларды тек орталық көшеде көрген. Сол жерде Айсәуле тірі күйінде кетіп қалған. Одан кейін ешқандай із қалмаған. Көлікті де жуып тастаған. Ата-аналары алиби берген. 23 маусымда тергеуші Ерлан қаладағы бас заң қызметкерінің қабылдауына барды. Ол баяндады. Күдіктілер Бекмұрат пен Сердәулет болуы мүмкін. Куәгер оларды қызбен бірге көрген, бірақ алиби бар. Дәлел жеткіліксіз. Басшы ұзақ қарап отырды. Сосын
салқын дауыспен айтты: «Ерлан, дәлел жоқ. Куәгер оларды қызбен тек орталық көшеде көрген. Қыз кейін өз жолымен кеткен. Алиби расталған. Қаланы масқара қылма, істі жап». Ерлан қарсы сөз айтқысы келді, бірақ басшы оны тоқтатты. Бұл бұйрық. 25 маусымда іс ресми түрде тоқтатылды. Ресми жазбада былай көрсетілді: Айсәуле өлімі, күдікті жоқ. Іс жаңа жағдайлар пайда болғанға дейін тоқтатылды. 26 маусым кешінде Қайсарбектің үйіне көршісі Болат келді. Ол тәртіп қызметінде сержант болып жұмыс істейтін. Екеуі үстел басына отырып шай ішті. Болат ақырын ғана сөйледі: «Қайсарбек аға, мен мұны айтуға тиіс емеспін, бірақ сіз білуіңіз керек. Біз Айсәулені кім өлтіргенін білеміз. Олар Бекмұрат пен Сердәулет. Куәгер оларды сол кеште қызбен бірге көрген. Біз оларды тергедік, бірақ іс жабылды. Жоғардан бұйрық түсті. Сердәулеттің әкесі қаланың бассан қызметкері. Бекмұраттың әкесі жол басқармасының бастығы. Олар келісіп қойған. Балаларына алиби берді. Дәлел формалды түрде жоқ, бірақ бөлімдегі бәрі олардың кінәлі екенін біледі. Қайсарбек үнсіз отырды. Ол үстелге қарап жұдырығын қатты түйіп отырды. Болат сөзін жалғастырды: «Кешіріңіз аға, жүйе кейде жұмыс істемейді. Әсіресе кінәлілер бастықтардың балалары болса. Мен ештеңе істей алмаймын». Ол орнынан тұрып кетіп қалды. Қайсарбек сол түні таң атқанша отырды, ұйықтамады. Бірінен соң бірін темекі шекті. Таңға қарай ол шешім қабылдады. Егер заң көмектеспесе, егер сот болмайтын болса, онда ол әділдікті өзі орнатады. 27 маусым күні Айсәулені жерледі. Қала тұрғындарының жартысы келді. Қайсарбек табыт жанында тұрды, жыламады. Беті тас сияқты қатты еді. Жерлеуден кейін үйге қайтты. Ұлы Саятбек сұрады: «Әке, енді не істейміз? Мүмкін облыс орталығына барып шағымданармыз?» Қайсарбек басын шайқады: «Пайдасы жоқ. Олар бәрібір келісіп алады. Мен өзім шешем». Саятбек әкесінің сөзін толық түсінбеді, бірақ қайта сұрамады. Содан кейін Қайсарбек дайындала бастады. Келесі 2 апта бойы ол Бекмұрат пен Сердәулетті аңдыды. Олардың әдеттерін білді. Әр жұма кешінде олар аланың орталығындағы күні сөзен атты мейрамханаға баратын. Ішімдік ішіп, көңіл көтеретін. Түн ортасына жақын қатты мас күйінде қайтатын. Қала шетіндегі ескі саябақтың жанындағы жолмен жүретін. Дәл сол жерде Қайсарбек оларды күтіп алуды жоспарлады. Қаланың шетіндегі жол иен еді. Шамдар жоқ. Жақын маңда үй де жоқ. Айнала қап-қара түн. Қайсарбек сарайынан ескі аңшылық мылтықты алып шықты. 2 ұңғылы 12 калибрлі қару. Ұңғысын қысқартып кесіп тастаған. Ағаш тірегін де қысқартып қойған. Қысқа мылтық болды. Келогрейкасының астына оңай сыйып кетеді. Ол мылтықта 2 оқпен толтырды. Оқтары бытыра еді. Сосын берік капрон арқан дайындады. Ескі Москвич 412 көлігін де тексерді. Көлік әлде жүретін. Қозғалтқышы от алды. 10 шілде жұма күні. Сол кеште Қайсарбек үйіндегілерге кешкі 10 шамасында ұйықтауға жатқанын айтты. Бөлмесіне кіріп киімін шешпестен төсегіне жатты. Үйдегілер әкесін ұйықтап жатыр деп ойлады. Кешкі 11 шамасында бәрі ұйықтап қалған кезде Қайсарбек үнсіз орнынан тұрды. Қысқа мылтықты арқанды алып терезеден сыртқа шықты. Көлігіне отырды. Қозғалтқышты жай ғана от алдырып, үнсіз қала шетіне қарай жүріп кетті. Ескі саябақ маңындағы бос жолға жеткенде, көлігін жолдың дәл ортасына көлденең қойды. Капотын ашып қойды. Сырттай қарағанда көлік бұзылып қалғандай көрінді. Өзі көліктің жанында тұрды. Қысқа мылтық келогрейкасының астында. Ол күтіп тұрды. Түн ортасына жақын кезде алыстан қозғалтқыштың дыбысы естілді. Бірнеше секундтан кейін қарсы жақтан 2 жарық көрінді. Ақ түсті жеңіл көлік. Рөлде Бекмұрат, жанында Сердәулет.
Көлік жақындап келіп, жолды жауып тұрған москвичті көріп тоқтады. Бекмұрат көліктен түсті. Мас. Жүрісі де теңселіп тұр. Ол айқайлады: «Ей, шал! Көлігіңді алып таста. Өте алмай тұрмыз». Қайсарбек сабырлы түрде жауап берді: «Көлік бұзылып қалды. Артынан итеріп жіберсеңдер болады». Бекмұрат боқтап жіберді. Бірақ бәрібір келді. Сердәулет те көліктен түсіп, артынан ерді. Екеуі москвичтің артына келіп тұрды. Қайсарбек: «Артынан итерімдер» деді. Екеуі көліктің артына тұрды. Сол сәтте Қайсарбек күрт бұрылып, телогрейкасының астынан қысқа мылтықты шығарып, екеуіне кезеді. Жай ғана айтты: «Қозғалмаңдар, қолдарыңды көтеріңдер». Бекмұрат бірден түсінбей қалды. «Не істеп тұрсың, шал?» Сердәулет бірден қорықты. «Бекмұрат, бұл тонау сияқты». Қайсарбек қатты дауыспен: «Тізерлеп отыр. Қолдарымды бастарына қойындар. Қазір!» Бекмұрат бір қадам алға басты. Сол сәтте Қайсарбек аспанға оқ атты. Дыбыс бос көшені жаңғыртып жіберді. Екеуі селк етіп, бір сәтте айығып кеткендей болды. Бекмұрат қолдарын көтерді. «Атпа, атпа! Тізерле!» Екеуі бірден тізерлеп отырды. Қолдарын бастарына қойды. Қайсарбек арқандалып, алдымен Бекмұраттың қолдарын артына байлады. Түйінді қатты тартты. Сосын аяқтарын байлады. Солай Сердәулетті де байлап шықты. Сердәулет дірілдеп жатыр. «Атпа, ата! Ақша береміз. Қанша айтсам да береміз». Қайсарбек үндемеді. Екеуінің аузына шүберек тығып байлап тастады. Енді олар жол үстінде байлаулы жатыр. Кек күңкілдеген дыбыс шығарылады. Қайсарбек оларды жол шетіндегі бұталардың арасына сүйреп апарды. Сосын олардың көлігіне барып, оны басқа бұталардың арасына апарып тастады. Есіктерін ашық қалдырды. Қайтып келіп, екеуін москвичтің жүк салғышына салып қойды. Әрең сыйды. Үстіне ескі көрпені жапты. Жүк салғышты жапты. Сосын рөлге отырып, көлікті оталдырып, жолға шықты. Ол өзінің жұмыс істейтін құрылыс алаңына қарай жүрді. Қала мен үлкен жолдың арасындағы 15-ші шақырым маңы. Сол жерде оның жұмыс орны еді. Жолда асықпай, жылдамдықты сақтап жүрді. Шамамен 20 минуттан кейін жетті. Түнгі бір шамасы. Айнала қаңырап бос. Техника сол жерде тұр. Жол катогы, асфальт төсейтін техника, бульдозер. Түнде бәрін сол жерде қалдырып кетеді. Жанында асфальт тұсақ тастарының үйінділері бар. Биіктігі шамамен жарты метр. Бұл ұсақ тастар жолдың жиегін толтыруға пайдаланылады. Күректер де сол жерде қадалып тұр. Жұмысшылар құралдарын сол жерде қалдырып кетеді. Қайсарбек өз катогының жанына тоқтады. Жүк салғышты ашып, алдымен Бекмұратты, сосын Сердәулетті шығарды. Екеуі әлде байлаулы. Оларды жаңа төселген асфальт жатқан жерге сүйреп апарды. Күндіз ғана төселген шағын жол бөлік еді. Асфальт әлі жұмсақ, әрі жылы. Қайсарбек олардың аяқтарын шешті, бірақ қолдарын байлаулы қалдырды. Ауыздарындағы шүберекті де алып тастады. Бекмұрат бірден айқайлады: «Сен кімсің? Не керек саған?» Қайсарбек оған ұзақ қарап тұрды. Сосын жай ғана айтты: 12 маусым күні сендер менің немерем Айсәулені өлтірдіңдер. Ол 17 жас деді. Дәрігер болуды армандайтын. Бекмұрат бірден бозарып кетті. Сердәулет жылап жіберді: «Біз әдейі істеген жоқпыз. Кездейсоқ болды. Кешір». Қайсарбек сабырлы дауыспен: «Сендер оны өлтірдіңдер. Орманға апарып көмдіңдер». Әкелерін істі жауып тастады. Ештеңе болмайды деп ойладыңдар. Бекмұрат кекештеніп: «Ақша береміз, қанша десең де». Қайсарбек басын шайқады: «Маған сендердің ақшаларың керек емес». Ол екеуін итеріп жіберді. Екеуі асфальтқа құлады. Қолдары байлаулы болғандықтан тұра алмады. Асфальт әлі ыстық еді. Олар айқайлап тұруға тырысты. Бірақ асфальт жұмсақ болғандықтан аяқтары сырғып кетеді. Қайсарбек баяу катокқа қарай жүрді. Қалтасынан кілттерін алды. Бұл техника оған бекітілген еді. Ол кабинаға шығып, қозғалтқышты оталдырды.
қозғалтқыштың гүрілі түнді жарып жіберді. Катоктың салмағы 18 тонна, ал алдыңғы болат білігі 10 тонна. Қайсарбек берілісті қосып, катокты баяу алға жүргізді. Каток екеуіне қарай жылжып келе жатты. Бекмұрат пен Сердәулет асфальт үстінде жатыр. Олар катоктың көздеріне қарай келе жатқанын көріп, айқайлады. Қашуға тырысты, бірақ қолдары байлаулы, асфальт жұмсақ, тұра алмады. Каток екеуінің үстінен бірдей өтті. Екеуі сол жерде бірден өлді. Каток тағы бірнеше метр жүріп, барып тоқтады. Қайсарбек кабинадан түсіп, артына қарады. Асфальт үстінде жаншылған екі дене жатты. Қайсарбек асфальт ұсақ тастары жатқан үйіндіге барып, күректі алды. Сосын үнсіз олардың үстіне ұсақ тас лақтыра бастады. Қайсарбек асфальт ұсағын бірнеше елі қалыңдықпен үстіне төкті. Бүкіл жерді толық жау шықты. Сосын катокқа қайта отырып, сол бөліктің үстімен ары-бері бірнеше рет жүрді. Ұсақ тас төмендегі әлі толық қатпаған асфальтпен араласып, бәрі біртіндеп нығыздалып кетті. Шамамен 1 сағаттан кейін ол жер күндіз ғана төселген кәдімгі жаңа асфальт сияқты көрінді. Көзге ешқандай күмәнді нәрсе байқалмайтын. Таң атқанша асфальт әбден қатып үлгеретін еді. Қайсарбек катокты тоқтатып жауып қойды. Қысқа мылтықта сол жерде бөлшектеп тастады. Бір бөлігін су толы бөшкеге салды. Қалған бөлшектерін өзімен бірге алып кетті. Арқандарды темір бөшкеге тастап, жанармай құйып өртеп жіберді. Содан кейін көлігіне отырып, үйіне қайтты. Түн ортасынан кейін келіп, бөлмесінің терезесі арқылы ішке кірді. Киімін шешіп, төсегіне жатты. Үйдегілердің ешқайсысы ештеңе естімеді. 11 шілде, сенбі күні, таңертең Бекмұраттың ата-анасы Сердәулеттің үйіне хабарласты. Екі жігіттің де түнде үйге келмегені белгілі болды. Достарына, таныстарына қоңырау шалды, бірақ ешкім ештеңе білмейтін болып шықты. Түске қарай олар тәртіп сақшыларына жоғалған туралы хабар берді. Көп ұзамай іздеу басталды. Алдымен олар кешке барған Күміс Өзен мейрамханасын тексерді. Иә, екеуі сол жерде болған. Түн ортасына таман шығып кеткен. Кейін олардың жүретін жолын қарап шықты. Күндізгі уақытта қаланың шетіндегі ескі саябақ маңындағы бұталардың арасынан олардың ақ көлігі табылды. Көлік тастап кеткен күйде тұрған, есіктері ашық, кілті ішінде, бірақ көліктің ішінде төбелеске немесе сүйреуге ұқсас айқын іздер байқалмады. Тәртіп қызметкері хаттамаға: көлік осы жерден табылды. Бұдан кейін қайда кеткені белгісіз деп жазып қойды. Айналаны түгел тінтті, бірақ сол күні де, одан кейін де нәтиже болмады. Келесі күні іздеу ауқымы кеңейді. Бүкіл қала бойынша сұрастыру жүргізілді. Достары, туыстары, таныстары ешкімнен нақты дерек шықпады. Кешке қарай Сердәулеттің әкесі тергеуді күшейтуді талап етті. Істі қайтадан тергеуші Ерланға берді. Дәл сол Айсәуленің ісін жапқан адам. Ерлан бәрін қайтадан жүйелі түрде сұрай бастады. 13 шілдеде ол құрылыс алаңында істейтін жұмысшылардың бәрінен жауап алды. Себебі жоғалған жігіттердің көлігі сол маңнан алыс емес жерден табылған еді. Солардың қатарында Қайсарбек те болды. Ерлан сұрады: Қайсарбек, 10 шілде түні қайда болдыңыз? Қайсарбек сабырмен жауап берді: үйде болдым. Кешке ерте келіп, шаршаған соң ұйықтадым. Бұл сөзді ұлы Саятбек пен келіні де растады. Иә, әкем жұмыстан кешкісін келді. Бірге ас іштік, сосын ерте жатып қалды, деді ұлы. Осылайша Қайсарбекке де алиби пайда болды. Ерлан ол кезде еш күмәнданбады. 2 апта бойы Бекмұрат пен Сердәулетті іздеді. Темір жол бекеттерін, авто бекеттерді, алаш етін, таныстарын бәрін тексерді. Бірақ ешқандай іс шықпады. 25 шілдеде жоғары жақ тергеу нәтижесін сұрады. Ерлан баяндады: нақты із жоқ, көлік табылды. Одан кейінгі бағыт белгісіз. Біреу алып кеткен болуы мүмкін. Өздері де бір жаққа кетіп қалуы ықтимал. Іздеу жалғасып жатыр. Бірақ уақыт өте берді. 1 ай өтті,
2 ай өтті. Жаз соңына қарай іздеу біртіндеп тоқтатылды. Іс мынадай тұжырыммен жабылды. Бекмұрат пен Сердәулет 1987 жылғы 10 шілдеде хабар ошарсыз жоғалды. Жоғалу жағдайы белгісіз. Іс уақытша тоқтатылды. Қайсарбек болса әр қарай өмір сүре берді. Өз катогында 1992 жылға дейін жұмыс істеді. Сол кезде жасы 63-ге келген. Кейін зейнетке шықты. Тыныш өмір сүрді. Апта сайын Айсәуленің қабіріне барып тұратын. Қабір басында ұзақ отыратын. Іштей сөйлесетін. Көңілінде немересіне күннің райын, елдің жағдайын, үй ішінің ахуалын айтып отырғандай болатын. Кешкісін үйдің кіреберісінде үнсіз отырып, кемексін тартып, күннің батқанын тамашалайтын. Саятбек кейде әкесінен: «Әке, анау 2 жігіт жайлы бірдеңе білесіз бе?» деп сұрайтын. Қайсарбек қысқа ғана: «Жоқ, ештеңе білмеймін» деп жауап беретін. 2003 жылдың мамыр айында Қайсарбек ұйықтап жатып жүрек талмасынан қайтыс болды. Ол кезде жасы 74 деді. Оны Айсәуленің қасына жерледі. Жерлеуге бұрын бірге жұмыс істеген жолшылардың көбі келді. Жұрт: «Жақсы адам еді, еңбекқор еді, немересін қатты жақсы көретін» деп еске алды. 2005 жылдың шілде айында сол үлкен жолға күрделі жөндеу басталды. Жолдың ескі асфальты арнайы техникамен алына бастады. Алғашқы қабат алынған соң, төменгі қабатты аршыған кезде жұмысшылар тосын бір нәрсені байқап қалды. Асфальттың арасынан ақшыл сүйекке ұқсас бөліктер көрінді. Жұмыс дереу тоқтатылды. Оқиға орнына тәртіп сақшылары мен сарапшылар шақырылды. Жер мұқият тазартылған соң, асфальт қабатының астынан 2 адамның қалдығы табылды. Сараптама олардың 1987 жылы қаза тапқан 2 ер адам екенін көрсетті. Кейін киім қалдықтары, сағаттары және басқа белгілер арқылы олардың Бекмұрат пен Сердәулет екені анықталды. Тергеу қайта көтерілді. Ескі материалдар қайта қаралды. Сонда бір-бірімен байланысып тұрған шындық анық көріне бастады. Алдымен олар Айсәулеге қастандық жасаған. Іс жабылған. Біраз уақыттан кейін өздері із-түссіз жоғалған. Кейін олардың қалдығы дәл жол құрмыс алаңынан табылған. Кергеушілер сол кезде сол учаскеде кім жұмыс істегенін көтеріп қарады. Каток жүргізушісі Қайсарбек. Ол Айсәуленің атасы. Оқиғалардың бәрі бір арнаға тоғысты. Себеп де түсінікті болды. Немересі үшін кек алу. Алайда Қайсарбек ол кезде өмірде жоқ еді. Сондықтан іс күдіктінің қайтыс болуына байланысты жабылды. Қараөзек қаласында бұл хабар ескі жолшыларға жеткенде көбісі үнсіз ғана бас шайқады. Бір қария жергілікті газет тілшісіне былай деген екен: «Қайсарбек өз шындығын өзі тапты. Немересі қор болды. Істі жауып тастады. Кінәлілерді әкелері қорғады. Оның алдында не қалды? Жұрттың көбі оны ашық айыптамады. Өйткені жұмысшылар арасында заңнан бөлек ар деген ұғым да бар еді. Бірақ бұл оқиға бір нәрсені анық көрсетті. Әділдік жоғалған жерде үнсіздік ең қауіпті нәрсеге айналады».